қатарға отырасыңдар. Ал жемшелдер екінші қатарға отырасыңдар. Бүгінгі тақырыбымызды біз жұмбақпен ашайық. Балалар, бұл сабаққа назар аударамыз. Жұмбақпен ашайық. Мен сендерге жұмбақ жаздырамын, иә? Сендер сол жұмбаққа жауап бересіңдер. Мұқият тыңдаймыз. Шаң тозаңды сүймейді, тазалап оны жүр дейді. Ол не бала? Шаң сорғыш, иә ол? Жарайсыңдар, келесі. Аязға толы жәшігі ішінен тамақ тасыды. Ол не? Я, толмастыш, я? Ішінде тамақтар бізде сақталып, ылғи толып тұрады, я? Келесі. Қызып кетсе табаны, бар жалғыз-ақ алаңы. Бар жалғыз-ақ шатағы, іздей бастар матаны. Ол не бала? Үтік. Я, мінеке үтік, я? Біз үтікпен не істейміз? Киімді, перделерді үтіктейміз, я? Енді соңғы жұмбақ. Соңғы жұмбақ. Тап-таза болып жүр дейді. Кір болса маған сал дейді. Ол не бала? Я, кір жуатын машина, я? Жарайсыңдар балалар. Жұмбақтың барлығын таптыңдар. Бұл жұмбақтың шешуі балалар. Бұның барлығын бір сөзбен айтқанда біз тұрмыстық техника деп айтамыз. Бұлардың барлығы біздің өмірде қолданып жүрген тұрмыстық техникалар, я? Біздің өмірімізді жеңілдетеді. Жарайсыңдар балалар. Келесі. Балалар, енді мен сендерге біраз сұрақтар қойып жүрейін, я? Қазір жылдың қай мезгілі? Қыс мезгілі. Жалпы қанша жыл мезгілі бар балалар? 4 жыл мезгілі бар. Маған атап бере қойыңызшы, қандай жыл мезгілі бар? Қыс, жаз, көктем. Жарайсыңдар балалар. Қыс мезгілінде неше ай бар? 3 ай бар. Жарайсыңдар. Қазір қыс мезгілінің нешінші айы балалар? Нешінші айы? Бізде күз өтіп кетті ғой. Енді қыстың нешінші айы? Қыстың бірінші айы желтоқсан, я? Жарайсыңдар балалар. Шаш кептіргіш, я? Біз бұнымен шашымызды не істейміз? Кептіреміз. Бұл да токпен жұмыс жасайды, я? Токпен жұмыс жасағанда балалар, тек қана ерекшеліктердің көмегімен ғана біз оларды қолдануымыз керек. Біз кішкентай болғандықтан бізге бұл заттарға ерекшеліктердің рұқсатынсыз істеуге болмайды. Жақындауға болмайды, я? Тоқтаусыз сыныпқа жарасады. Қалеке, келе ойында бір-бірден тезек жаттырамыз. Асықпаймыз. Жеке тапсырма. Нам не Кір қоймас деген мультикаяны қазір көрсетеміз сендерге. Соны танып қояйық. Ал олар не істейді? Артынан қуалайды, я? Одан кейін баланы қуып жетіп, жуындырып, тазалап шыққанда бала не істейді? Өз-өзіне қарап, қандай мен әдемімін деп өз-өзіне таң қалады, я? Содан бастап ол әрқашан тазалықты сақтауды үйреніп, соған бейімделеді, я? Балалар, әрқашан тазалықты сақтауымыз керек, я? Жинақылыққа үйренуіміз керек, және қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз керек, я? Жақсы балалар, бүгінгі сабақта біз не үйрендік балалар?
Үлкендердің көмегінсіз біз жақындаймыз ба тұрмыстық техникаларға? Жоқ. Сулы қолмен ұстаймыз ба? Жоқ. Қауіпсіздік ережелерін сақтаймыз ғой? Иә. Жарайсыздар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма? Иә. Ұнады ма бүгінгі сабақ сендерге? Иә. Жақсы бала. Енді қазір кері байланыс жасайық. Жаңағы біздің мультхикаямыздың кейіпкері қол жуғыш, иә? Қазір мына жерде сабындар бар балалар. Келіп, осы сабынды жапсырайық. Егер бүгінгі сабақ сендерге ұнаған болса, осы күліп тұрған смайлик сабындарды жабыстырамыз қол жуғышқа. Бүгінгі сабақ ұнады ма балалар? Иә. Ұнаса, онда келіп жабыстырайық. Келе ойын. Сабындарды жабыстырайық, иә? Әрқашан таза болып, ұқыпты болып жүрейік, иә? Иә. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды.